орынбасары отыру керек қой, жауапты орынбасары. Сені бұл жерде қазғаннан, ана жерде жүргеннен бізге пайда жоқ. Бізге айтатын сөзіміз бар. Бізге кез келген адамды, онда ана үшін істеп жатқан адам жіберетін болса, оны жалпы сіз қолыңызға бізге ана Төлеш, мен Төлешпін менде. Маңғыстаудың соның жалпы нелердің басшылардың несі қайда бізге? Кімдер бар басшылардың жалпы? Жауапты адам осы жерге. Бұл жерге жауапты азамат деп осыны жіберген, осы азаматты. Қандай қайсы бұйрық қайсы? Бұйрығын бізге берген жоқ. Олар мен өзімде мына начальник карьерінің деңгейіне сүргім келмейді. Бұл жігіт ештеңе жауап бермейді. Бұл былай істесе былай істе дейді, былай істесе былай істейді. Болды, басқа ештеңе жауап бермейді. Аналар сөйлеп айтып жатыр деп сосын айтып барады, болды. Басқа ешқандай жауап бермейді. Сенің полномочияңа не кіреді жалпы? Не кіреді сенің жұмысыңа? Карьердің жұмысы. Ал оның ар жағындағы түгел ережені сақтау туралы кімге сен жауап бересің? Өз линияң бойынша. Ешкімге жауап бермейсің ба? Директорге де бағынбайсың ба? Өзің ба? Бағынам ба директор? Енді директорге бағынасың, сосын кімге бағынасың? Мен мұндай затты түсінген жоқпын, түсінбедім. Бірінші қоғамдық тыңдау дейді. Оған қоғамдық тыңдауға халыққа келді. Жауапты адам келу керек па? Ал ішінде мына адам карьерде жүрген адам барсын дегенге мен өз басым келісемін. Мен не істеу керек, соны түкке жеткіземін ғой. Жоқ. Сендердің айтқандарың маған ана бала да жеткізеді. Мына бала да ана жазған жеткізеді. Маған олай емес. Маған жауапты адам отыру керек осы жерде. Біздің сұрағымызға жауап беретін адам керек қой. Бізге мәселе сода ғой. Сендердің Мынау қазір бізді мөрді білесің ғой, орысша печать. Сода кімнің ат жөні бар тұр. Қаратау несі ме? Сода мөрді ат жөні тұр ма? Сол адам келіп міндерге осы отырған мынау азғантай. Менің ойым осы енді қолдайсыңдар ма, қолдамайсыңдар ма? Біз мысалы қой кезек бар ауылда. Оны басшылап отқан бір адам бар, қой кезек кетіп жатқан бір адам бар. Сол күнге жауап беретін. Сонда біз ананы ұйымдастырып отқан басшыдан сұраймыз ба, қой кезектен сұраймыз ба? Сондай сияқты ғой, мен сені төмендетіп жатқан жоқпын. Сен айтқан затты істейтін адамсың. Функционаны өзің мынан бүйтесе сөйтіп жүрген. Бірақ бізге қазір қоятын сұрақтарымыз бар. Терең. Жалпы қаржы жөнінде де сұрағымыз келіп отыр осы жерде. Сен карьеріңді қандай пайда көрсетіп отырсың, қандай прибылға шығып отырсың, оны қалай істеліп отқан нәрсесі. Біздің жағдайымыз, экологиялық жағдайымызға қандай әсер етіп отқанын сен қандай дәлелмен жауап бере аласың? Жоқ, экология жағынан енді дәлел, мысалы, проект жоба жасалынды ғой. Экология жағынан да проект жасалынды, ана атмосферадағы нелерді келіп лаборатория өлшейді. Қандай лаборатория? Қарындасым, бұл проект қашан жасалды? Әлде жасалып жатыр ма? Жасалынды. Қашан? Осы қашан? Кім жасады? Неше жыл болды? Неше жыл емес? Жаңа проект келесі жылға 20 алда болашақта сіз енді продевать еткіңіз келіп отыр. Жалғастырғысы келіп отыр ғой жұмысын. Соған дейінгі проекті қайда жасалған? Соған дейінгі ол 25-ші жылға дейінгі проект қой. Қайда? Екеуі бірдей ме, айырмашылығы бар ма? Айырмашылығы олардың болады, потому что именно количество выбросов бар ғой, ауаға жіберетін кішкене өседі. Себебі олардың рабочий программа бойынша показательдері көбірек. Тұра тұрыңыз. Біз осы отырған Таушық халқының тұрғыны. Біздер емес, бізден де кіші жастар, мына балдар. Уже 3 жыл ма 4 жыл ма болды. Осы карьерлер жеңе алмай келатқанына. Менің өзім 3 рет па 4 рет па соның шаңытып атқан видеоға салып ауыр несіне жіберілді. Осы 15 күн бұрында сояқтан тау атқандағы, жарғандағы шаңын шыққан сірә ол жерде адамға белгісіз. Сол уақытта тұрамыз. Сояқта тұратын адамдардың тау атқандағы мына терезенің дірілдейтіні соған дейінгі жасалған проекттің ішінде сол бар ма жоқ па? Ана ауыл тұрғындарының терезесі дірілдейтіні. Бұның бәрі Нұрасыл ерунда вопростар, жаңа айтып отқан. Бұның аржанда денсаулыққа қандай зиян салып отқандығын ешкімнен өткен жоқ. Терезеден қозғалғаны ол енді күнделікті нәрсеміз. Зиян шегіп жатырмыз, құдығымыз отырып жатыр, үйіміз асат көріп жатыр, басқасы өз алдына жатқан нәрсе. Енді бұлардың жел мыңнан тұрып жар жіберіп,
тона жаққа шаңның ұшқан не керек? Ертең Маңғыстау тона бір ай бойы тона шығыста жел соққаннан кейін сол шаңның бәрі карьердің үстінен бүйтіп көтерілмегенде сол бері қарай тозаң болып бері қарай ұшып жатыр. Ал оны кім дәлелдеп жатыр? Ешкім дәлелдеп жатқан жоқ. Сендер не қазір желді қай уақытта қалашан ататындар біз білмейді деп отырсың ба? Құдайдың құтты күні мал қарап жүрген адамдармыз соңғы. Карьердің үстінде жүрген адамдармыз. Суретке түсіп. Сендер жел мына шығатын уақытта да жарында кетті шаң ары қарай. Бірақ 5 күннен кейінгі бір ай шаң бері қарай жел тона шығыстан тұрып алған кезде барлығы ауылдың үстінде. Барлығы ауылдың үстінде. Және жарылғанда ұшатын зат қандай нәрсе? Тас ұша ма? Тозаң ұшады. Ал тозаң ең бізге қауіпті нәрсеміз. Бізге ең маңызды нәрсе осы экологиялық осы нәрселер. Бірде-бір жарылған нәрсеңнің сенің білінбей ұшқанын біз көрген жоқпыз. Біз көріп отырмыз түгел. Сондықтан мен өз басым қанағаттанбаймын. Әлем сен кешір, саған ешқандай азаматтық деңгейде саған претензиям жоқ. Бірақ жауапты адам бұл жерде отыру керек болады бізге. Ана карьер жұмыс жасатқанда қанша деңгейдегі өзінің табысын тауып отырып, қанша процентін соны расширениеге экологиялық или технологиялық жаңалықтарға соны жұмсап отқан туралы бізге түгел құжаттар керек маған. 25 жылға дейін істеген нәрселеріне біз 200% қарсы адамдармыз. Ал енді 26-тан ары қарай 35-ке дейінгі нәрсеге мен елдің алдында ел болып, ертең сендерге добро беру үшін мен көзім жетуім керек. Міне, соған сәйкес міне мынандай заттар қаралды, мынандай затта ақша бөлінді, мынандай деңгейде ертең 26-тан бастап жарғанда соны көріңдер дейтін. Біз ерінбей барып көрейік, сен жарған уақытында қандай ойбұрыс жасайтындарыңды. Ал ешқандай ештеңесі жоқ. 25-ке дейін болды, 26-тан кейінгі одан өзгеріс болады ғой, әрине, анау мынау ондай әңгімені естіп болдық. Пәке, ондай болса ғой, облыста жиналыс едік, баяндама деп қой. Баяндаманы тыңдаймыз ба, или қалай? Тыңдамаймыз. Адам жоқ. Сөздің шынын айтқанда бар ғой, мына біздің отырған ағаларымыз, сен сол жерде қызмет етіп, нан тауып жүрген жігітсің. Шынын айтқанда да біздің болашағымызды ойнап отқан ешкім жоқ. Мына Бәкең айтып отыр, мысалға, анадан келетін шаң, тозаң, денсаулыққа сен келесің де кетесің, 3 жыл, 5 жыл жасайсың да кетесің. Таушық халқының жастары, мыналардың болашақтары. Содан зардап шегуде. Біздің болашақтар бәрі ойлап отқанымыз. Оны ойлап отқан ешкім жоқ. Сендердің табыс тапқандардан қарсылығым жоқ. Бірақ сендер барлық ережені сақтап істеңдер, біз қарсылығым жоқ. Екіншіден, менің ойым жалпы, әр заттың да өзінің бір шегі болу керек сияқты. Балық алған кезде осы беделбайлар зар етіп жүреді, элемейті осы артық алсақ ертең бізді штраф салады деп. Бірақ таудың да бір мөлшерінің бәленбай процентке жарылып, пайдаға асқандай қалғаны қалу керек қой. Бір күні таушық дейтін атақ даярамыз біздер. Ойпатқа қаламыз болды. Олар пайда көреді деп тек жарып кіріп бара жатыр. Даже бұны айтқан мен бұрында да. Таушықтың таулары тек қана жұрттың пайдасына тимеу. Бұл малымызды қорған, ықтап ертеңге кешегі 20-шы жылдарғы жаман тақыршылық кезде тірі қалған заты сол таудың ортасында қалып тірі қалыпты. Өткен сай саласындағы шөбін тек содан тірі қалып. Ал енді оның бәрін жарып деп біреу пайда көреді екен деп істей беретін болса, онда білмеймін таушықтың болашағы не болатынын. Таушықтың болашағы не болатынын білмеймін. Біздің бара-бара мына жаққа қарай кетіп қозғала беретін болса, біздің мұны Төрөлпадағы скважиндарымыз қандай деңгейге отыратынын да білмеймін, басқасында отыратынын да білмеймін. Мен білмеймін. Білмегесін маған сұрақтарым бар, сұрағыма дұрыс жауап беретін адам керек маған. Болды. Сосын ертең біз добро беретін болсақ, менің сөзіме қалап жатқан ештеңе жоқ. Халық болып я жиналуымыз керек. Я халықтың атынан біз істейтін болсақ, біз жарқын затты біз көруіміз керек те, сосын барып добро беруіміз керек. Ал сендердің айтқандарына қараймыз дейтін болса, онда бостан-босқа мен бұл ертегінің ішінде отырғым келмейді. Болды. Бізге жауапты кәдімгі жауапты адам жоқ қой. Түгел 25, мысалы 5 жылма соңғы түгел қаржылық деңгейін бізге әкеліп көрсететін адам керек маған. Соның үшін біз карьер пайдаға шықпайды дегенге мен сенбеймін. Карьердің зияны бізге не только жарып жатқан заты, біздің асфальтымызды құртып жатқан карьер. Тасымалдайтын шақымамен тасымал беріп отқан карьер. Бұрын әкімдік айтқан. Егер перебес болды ма, карьер жауы керек болды. Меморандум істеу керек. Карьер перебес жасайтын болса, карьер жауып тастау керек болды.
миллиардтаған ақшаға асфальт салдыртамыз, оны бір ай пайдаланбаймыз, тасымалдап жатқан шақмандар. Құртып болды. Ал шақманға тиеп жатқан карьер. Біз вопросымыз көп айтатын. Вопросымыз көп. Бұл вопрос кеше Маңғыстау облысының әкімінің өзі шетпе туралы не қылғанда соны істеді. Не екенін білмеймін, сол шетпе көтерген кезде таушық неге шет қатпайды, мен соны түсінбеймін. Бір облыстың ішінде отырып, облыстың басшысы сол мәселені көтереді, бірақ таушық шет қалады ішінде. Неге? Мен түсінбеймін. Түсінбеймін, неге екен? Әлде біз тіпті көңілшекпіз ба, или біз сауатсыз ба? Осы отырған адамдардың бәрі інім. Бәріміз де жоғарғы білімді адамдармыз, ел басқарған адамдармыз. Сол үшін келіп отырмыз осы жерде. Ал менің ұсынысым осы, қалғандарды Онда жиналысымыз бүгін мұнда. Бірақ мен қанағаттанбаймын. Келген адамдардың составына қанағаттанбаймын. Онда облыста жайында сіздер айтып жатсыздар ғой, осыған дейінгі болған жағдайларды, кемшіліктерді, қателіктерді. Енді біріншіне мекеменің басшысы жоқ, екінші енді жаңағы қателіктер ғой бастап жатқан. Ол жалпы қай карьера тау жарса да бәрібір сол шаң бізге келіп тұр да. Біз 5 карьерамыз бар, мына ауылдың адамдарын айтып жатқанда дұрыс та. Шын айтқанда ол әне міне дейді, бәріміз көріп жүрік қой шынында. Бұл жерде қандай зиян шегіп жатқанын. Сондықтан енді онда бүгінгі жиналысымызды біздер не істейміз ғой? Мекеме басшыларының жауапты адамдар жібермеуіне байланысты деп өткізмей өтпейтін істеу керек. Халықтың қарсы емес. Жауапты адамды көрмегеннен кейін біз істедік. Мысалы мекеменің басшысы, финансы директоры одан бәрі. Ертең 26 жылда қаралып отқан 25-26 шыққан прибылдары 26-та прибылдың қанша проценті қандайға пайдалы жұмсалады? Расширенный производство. Заңсыздықтарын көріп апарып экология несіне районный соларға көрсеткен жігіттер. Міне осы жігіттер отыр. Барып осындай жүріп ауыл үшін, таушық ауыл үшін тағы да 5 жігіт бар. Бәрі де алдап сулап шығарсақ, одан кейін бәрі. Былай нәрсе ғой жігіттер. Дикий жардыңдар пайдасын көрдіңдер, біз жақсы қалдық. Енді заман келді ғой, бәріміз де бір қазақтың баласымыз деп жұмыс жасап жатқан жерде сол елге зиян жасамайық дейтін бір адами деңгейдегі нәрсеге жетуіміз керек. Біз санамыз, болашағымыз бар десек. Енді мекемеге сен бағынышты адамсың, бұйрықпен алған адамсың, інім. Сондықтан сен қандай не берді, сен сонымен істейсің. Күрекпен тиесе, күрекпен тиесің, немен тиесе, сонымен тиесің, қандай зат бересің, соны істейсің. Білдің бе? Сол жерге су сеп десе, су себесің, суға бадауыз бермесе, сен оны да сеппейсің. Өткен жоқ қой, сен қолда тұрған ештеңе жоқ. Оны шеше алмайсың. Бақ тебе байқалап кетті деп сен ол жерде оны шеше алмайсың ғой мәселені. Сондықтан ол жерде уже сендер өздерінің пайдаларынан менің ана халыққа зиян келтірмеу үшін максимальны нелеріңді шығарып, минимальны бізге зиян салатын деңгейге қарай жасап жатқан нәрсесімен көруім керек. Бір. Екінші жаңа вопрос ертең ана істеңізде жалпы таудың объемы қандай болып тұр? Қанша объемын сендер шебін қылып жарып жедіңдер? Енді қанша қалды? Сонда өзіндік деңгейде нәрсесі болу керек қой, енді мүмкін емес. Бұл тау құртылғанша бізден ұқсат алып алдық деп соны ертең істейтін. Кеше біздің өзіміздің мәжілістің депутаты Еділ Жаңбыршиндердің өзі айтып жатыр. Жалпы мына салынатын инвестиция дейтін нәрсеге біз қатты көңіл бөлуіміз керек. Себебі олар ешкім салмайды, өзі ақшасына салады деп айтады. Келетті олар завышенный бәлембай миллиардтың инвестициясын салдым дейді де, соның себебін қайырғанша біздің мұнайымызды не істейді? Тонайды. Мен ақшам шыққан жоқ деп. Ал оның инвестициялық проектісін ешкім көрген жоқ. Мүмкін 10 есе ол төмен болуы мүмкін. Сол сияқты мына нәрседе де менің тауымның құртылмағаны керек. Әр заттар болу керек қой. Енді сен қанша пайда көрімдегенде де ел бар, таушық дейтін тарихы бар, таушық, тау арқылы таушық болып тұрған нәрсе, таушықтар бар. Енді бір шетіне кірді екен деп, бұрынғы жоқ кезде бәрі сатылған заманда, байдың қолында кеткен заманда бәрі кетті ғой енді, қазір де кетіп жатыр. Бірақ енді тек қана енді қалғаны бізге адами деңгейде, сол шаруаларыңды адами деңгейде саналы инженерлік деңгейде дәлелдеп көрсетіп істейтін нәрселер. Бұл басқа ештеңе сұрамаймыз. Ал оған бағынбайды десе,
біз оған не затқа мойымаятынбыз, бәріне бағыттадық. Бірақ жаңа зат керек бізге. Сондықтан сені інім ренжіме, мен сені төмендетіп отқан жоқпын. Просто сенің функционалдық міндетіңе ол вопростарды шеше алатын деңгейде емессің. Көрдің бе? Начальник біз түсініп отырмыз ғой, ол не зат екенін. Оны түсініп отырмыз ғой. Сенің дровелкің бұзып қалса, соны істейсің. Мәшін соны істейсің, шектің істемей қалса, соны істейсің. Басқа не зат бересің сен. Сен Бәке айтып тұрғаныңыз дұрыс. Кеше біздерге мысалы Қазтрансойлдың генеральный директорының өзі келіп тұр ғой. Мысалы деймін да. Үлкен мекеме. Ситик деген су тұщыту зауыты Қажымыстағы. Соның генеральный директоры Фу деген китайский келіп тұр да біздерге да. Енді кішкентай карьердің былай айтқанда басшысы келмеген. Халықтың санасы бірақ қой, ол не зат ол? Ол деген ол кісі білмеймін енді қалай келуге де істеп отқанша, бірақ енді халықтың несін көріп отырсыз ғой, қандай наразылық білдіріп отқанын. Ол өзіне тұрғындардың деген қазір бұдан да көп адамдар қазір келгісі келеді. Біздер мына ағаларымыз тек өзі келіп түсіндіріп айтайық деп сөйтіп келіп отқанда. Ал қазір түйінді жинап қойсақ, онша адам сыймай қалады былай айтқанда да. Сондықтан ол өзіңіз біліп отырсыз қазір халықтың қандай екенін. Облыс әкімі де айтып жатыр. Қандай деген. Именно сол кеше облыс әкімі бізге ауданға 7-сі күні келді. Сол күні жиналыс бітер бітпестік карьер тау жарып тұр да. Карьер тау мына облыс әкімі өзін айтып отқан карьер тауы да. Реттелінше жұмыстарын дұрыс жасап сол жарып отыр да бізге. Енді соны кеше бір апта бұрын соны көрген халық енді карьерге білмеймін енді қалай оң көзқараспен қарайтынын да. Сондықтан мына жерге кешегі жағдайлардың бәрін біліп, сіздің басшыңыз білмей отқан жоқ, біліп отыр ғой. Тікелей өзі келу керек та бұл жерге. Ондай болса, мына бір нәрсе тек сөзімді бөліп жіберейін. Мына хабар қылып айтып бардыңдар. Біз мына хабарды жаңа естіп келіп отырмыз. Даже есік алдында тек салмайтын деп, осы амандасқан есік алдында біз ұйымдасып жатқан ештеңеміз жоқ. Я ауылдың әкімі сөйтіп айтын дейтін әңгімеге келіп жатқан ештеңеміз жоқ. Мына бәріміз жаңа көріп, телефон соғып балдар, жап-жаңа келіп жатырмыз. Бірақ жанымызды ауыртып жүрген нәрсе да. Сол басшысы қашан келер екен біз алдымызға дейтін нәрсе. Біз сендердің бизнестің дамығанына, жұрттың бас істегеніне біз оған қарсылығымыз жоқ. Қарсы емеспіз. Бірақ өзіндік ереже, заңдылықтарын сақтап, болашақта не істейді жатқан нәрсесін бізге дәлелді нәрсесімен көрсету керек. Болды бізге. Ол бизнеске қарсы деген сөз емес. Бірақ менің табиғатымды аялау керек, малымның өсетін жерінде аялау керек, менің асфальтымды аялау керек, менің шаң жұтып атқан немерелерімді аяу керек. Болды. Біз осыған жауап бере алатын адам болса, менің шаңымнан ешкім ауырмайды дейтін болса, ештеңеміз жоқ. Біз алды жыл басында даже бұрынғы не деңгейде айтылды ғой. Нағыз негізі карьердің адамдарды біз үй тауып берейік, бала шағасын үшін көшіріп әкеліп қойсын. Я карьердің айналасын көшіріп әкеліп қойсын. Сол жерде тұрсын. Тасымалы мектепке, балабақшаға біз өзіміз жігіттер болып ұйымдастырып берейік. Енді басқа не айтты, енді крайний жағдай қалып бара жатты. Тек сол үшін айтылып отқан нәрсе. Біз ешқандай бір ұйымдасқан нәрсе жатқан жоқпыз, соны айтып отыр. Жанымызды ауыртып жүрген нәрсе. Алда жыл басында бардық қой, ауылдың жігіттері. Алда жылдың басында шаңытып бастады ғой карьерді ауылға қарай. Сол кезде халық болып жиналып бардық қой карьердің басында. Сол кезде өзіңізді көрдім. Түгіл, бес карьердің бәріне от экологияның бастығы аты кім еді? Алдында. Армат Жаласпаевич. Сол кезде экологияның бастығы. Өзіңіз болдыңыз сол жерде карьердің басында. Біз барған халық болып барған кезде. Сол кезде жаңа дровилканың басында дейтін су шашатын неде жоқ болды. Айтты, өзіңіз айттыңыз ғой, сіз болдыңыз сол кезде. Шлангымен шашамыз дедіңдер ғой. Дұрыс қой да? Сіз экологияның бастығымен бардыңыз. Бәрін 5 карьерге өтіп, жалғыз бір карьерде өттік. Қалған 4 карьерде ештеңе болған жоқ. Талап қалса ешқандай не болған жоқ карьерде. Қазір халықтың талабына қарай жұмыс жасауға келе жатыр да, саман солай жатыр да. Білесің бе? Соған істеп отыр. Ол алда уақытта жүргенде. Ол жаңа айтып отқан саған претензиям жоқ, жіберді келдің. Ешқандай претензиям жоқ. Сен ана басындағы жұмысты ұйымдастырып алатынына да ешқандай нем жоқ. Бөтен ойым жоқ. Бірақ ана өндірісті басқарып отқан жігіттер бізге нақты қаржылық, технологиялық заттармен бізге дәлелдетін көрсетіп отыр. Баяндама сылдырlama бізге қажет жоқ. Шаршадық бұл баяндаманы. Әкімнің есебінен де шаршадық, басқаның есебінен де шаршадық. Бізге нақты цифрларымыз ертең келетін уақыт болса, тіпті нақтыланып кетіңіз. Жаңа мен соққан адамдар ұрысып, сендер айтпайсыңдар ма біз ұйқылау жүгіріп баратырмыз жаңа. Малға кетіп қалғанда айтамыз. Дұрыс.
сондай. Ал басқа сөзді созып керегі жоқ шығар деп ойлаймын. Иә, онда. Өз басым. Шәке түсінікті Біз ғой. азғантай адами күшіміз жетпейтін нәрсе, бізге жауапты адамы келсін, түгел қаржылық деңгеймен келсін, өзінің 26, 27, 28, 29-ға өзінің жаңағы қаржылық бюджетімен келсін Есептері ғой, бізге. барлық. Түгел затымен келсін. Экологиялық кім сараптама берді, денсаулыққа зиян жоқ дейтін кім сараптама берді, соны істесін. Біз қосымша тағы независимый заттар іздеттіріп көрейік. Жігіттерден жаңағы жаңғоршын еділдер экологтар ғой жүрген ар жағында басқарған адамдар. Сосын соның шығынын жаңа карьер төлейтіндей қылып біз көрейік, іздестіріп. Енді біз сенімді болуымыз керек басқа. Иә. Компенсация ол. Осымен тоқтау керек деп ойлаймын. Тоқта. Түгел енгізесіз ғой. Барлық не жазылған, қалай болған. Так, ондай болса, бұл да жаңағы халықтың қарсылығы емес, басшылықтың жоқтығы деп жазасыздар ғой. Соған бала өткізбейді. Жауапты адам жоқ. Біз келіп отқан мына ініміздің компетенциясы біздің сұрағымызға жауап беруге жетпейді деген қорытындыға келіп отырмыз. түсінікті. Хаттама Ондай болса, бұл да жиналысымыз осымен аяқтайық. Хаттаманы негізгі басшылық алып келсе бұның басшысы керек. Басшысы Карьердің иесі керек қой. болды онда, түсінікті. Саламатсыз ба? Жақсы.